Бәріңізге сәлем достар, сендермен бірге мен Ернар. Енді бүгін біз деген мата ойналатын ойымызды жалғастырамыз. Good Life Қазақстан серверінде. Енді бүгін біз деген бұл серверге мен не үшін кірдім десеңіздер, енді менде супер Қазақстан серверінде енді FPS түсіп, жейті сондай болып қатып жүр. Бірақ мына Good Life'да қатпайды екен. Енді мен осыған кіріп көрейін деп шештім. Алдында ғана кірген болатынмын. Сол кезде жарты сағат ойнап 8 миллионнан асыр жүрдім ақшамды. Сосын осы машинаны алған болатынмын. Өте керемет тюнинг бар екен. Мінекей осыны алдым. Одан кейін достар, мен деген осы серверде мото салоны бар екенін біліп, енді осы видеоны түсіріп отырмын. Қазір қыздырайық машинамызды. Енді қазір жүрейік. Мото салоны бар екенін түсіндім. Енді достар, сол үшін түсіріп жатырмын. Мото салонға қазір барып, қандайлары бар екенін сіздермен бірге көретін боламыз. Ендеше кеттік. Так, достар, мінекей келіп қалдық. Бұл серверге сіздерге кір деп айтпаймын, өздеріңіз біліңіздер, кіресіздер ме, кірмейсіздер ме. Ссылкасын тауып алыңыздар, өте оңай. Немесе интернет дегенге Good Life деп жазсаңыз шығады. Енді қазір кірейік, арасын сындыра салайық, или сынбаса былай кіре салайық. Так, F7 басайық. Мінекей достар, бізде біріншісі осындай Diablo деймі, сондай. Дұрыс оқымасам кешіріңіздер. Одан кейін бізде Yamaha, осындай спорткар деп бұнғы. Байкерский екен, өте керемет. Және де бізде питбайк бар. Сосын квадроцикл ма, риск аламыз да ой. 1.900.000 екен. Бізде 9 миллион бар. Мен осы серверге кіргенде ешкім маған ақша беріп өйткен жоқ, видео түсірдіп. Мен өзім қызыққаннан түсіріп жатырмын. Так, неяқта стекло бар екен ғой. Так, енді осы жақтан барайық. Енді қанша тартатын көрейік. Қазір одан да тағы да бір не алатын боламыз. Қалай еді? Бір спортбайк па, сондай аламыз. Так. Қараңдар, өте керемет. Бір жүгірсек көрейік. Шықпайды екен да. Так, енді алдын көтеріп көрейік ал. Давай. Кішкене. Енді бұл квадроцикл өте керемет. Қараңдаршы, бірақ детский екен. Кішкене құттайлау. Қазір фары мінекей. Енді осылай жүре тұрайық, кішкене үстіп. Деп көтере алмай жатыр қасқа. Ойбай. Ат беру лица жоқ екен. Бассақ мінекей. Осылай қарауға болады. F7 басып қойын. Өте керемет достар, өте керемет. Азот бар ғой, арасынан глушительден шығарып әдемі қылып қойған. Так, енді бізде келесі спорт байк па, сондай алайық. Мен яқта біреу лупарикте келіп қалыпты. Так, F7 басым, F7, F6. Одан кейін мінекей, мынаны қазір кетіреміз. Так, достар, біз деген мына жаққа келдік. Енді автосалонға бармастан бұрын короче, достар, мана мен квадроцикл алған болатынмын, білесіздер, мінекей. Оған отыру үшін бізге куәлік керек екен. Мото куәлік деген болады екен, бізге сондай керек екен. Қазір соны тапсыратын боламыз. Ол үшін мінекей мына жерге келеміз, қателеспесем. Енді осы жерден мото көлік деген болатын болса, соны тапсыратын боламыз. Так, машинаны осы жерге қойып та, өшіріп кетейік. Және есігін кілтейміз. Так, өте керемет. Так. Енді мына жаққа кіреміз ба? Осы жаққа кіреміз. Алдында машинаға тапсырғанда, опа, міне. Мото көлік. Так, 100.000 теңге екен. 100.000 теңге ма, 10.000 теңге ма, сондай нәрсе. Бізге осындай питбайк береді, өте керемет. Енді осылай қазір тапсырып болғаннан кейін кездесетін боламыз. Так, достар, мінекей біз деген жалғастырамыз. Енді біз квадроциклымызға отыра аламыз деген ойдамын. Так, мінекей отырды. Енді біз деген көрейік, айдаламыз ба, жоқ па. Мінекей енді басқа мото алуға барамыз. Кеттігенше. Так, мінекей біз келіп қалдық, яғни
Енді мына серверде де жабайылар бар екен. Ана Супер Қазақстанда алдында тым жақсы керемет сіздерге видео түсіріп жатырғанда Космос деген бізге мешет еткен болатын. Мына жақта да ешкім көбісі квадроцикл алмаған сияқты. Сондықтан бәрі маған түйісіп өлтіріп жүр. Әйтеуір енді біз деген куәлік алдық. Енді мына жаққа барамыз да басқа мотоцикл алатын боламыз. Так, қазір енді біз деген бір өте керемет қатты жүретін бір мотоцикл аламыз. Бұл 3.200.000, ал мына Yamaha болса 3.500.000, мынау 2.300.000, мынау 2.400.000. Давайте Yamaha-ны алайық. Жақсы, Yamaha-ны ала берейік. Купить. Болды, мінекей алдық. Енді қиналмай жүр. Енді осылай отыра аламыз, өйткені бізде не бар? Той нарада стекло бар екен, ұмытып кете берем. Бізде деген не бар? Бізде деген куәлік бар. Ана достар, Супер Қазақстан серверінде просто неде қалай айтсам болады. Ояқта NRG 500 шығаруға болады админ панельден, VIP панельден. Бірақ ол кезде қызық, секіріп, цветін ауыстырып жүре бересің. Бірақ та басқаша мотоциклдерде айдаған қызық қой, сондықтан мен осы серверге кірдім енді. Егерде осы видеоның астына 30 лайк жиналатын болса, мен келесі видеоны осы серверде түсіретін боламын. Мотоциклға тюнинг жасалмайды екен, вообще менікі қуып кетті. Сіздерге не советую? Короче, достар, енді осы видео ұнаса, осы видеоның астына лайк басып кетейік. Егерде осы видеоға 30 лайк жиналатын болса, мен осы серверде келесі видеоны түсіретін боламын. Не түсіресің десең, осы серверде қателеспесем, мінекей мына шеттерде вертолет салоны бар, соған барамыз да соратан бір вертолет алатын боламыз, егерде ақшамыз жетсе. Енді бүгін біз мотоцикл алдық, енді келесі видеода вертолет алатын боламыз, сондықтан каналға жазылып лайк басып кетейік. Давайте.